ССЖ плейоцитозы дегеніміз жұлын сұйықтығындағы аққан жасушаларының санының артуы. Жұлын сұйықтығы бел аймағына ине салып, сұйықтықты алып, талдауға жіберу арқылы алынады. Бұл процедураны белдік пункция деп атайды. Әдетте, жұлын сұйықтығындағы аққан жасушаларының саны 1 текше миллиметрге, немесе микролитрге 5 жасушадан аспауы керек. Егер 5 жасушадан көп болса, бұл ми, яғни жұлын сұйықтығы плейоцитозы деп аталады. Егер 5 пен 25 аралығында болса, оны жеңіл деп атайды. 25-тен 100-ге дейін болса, орташа, ал 100-ден жоғары болса, ауыр деп саналады. Егер жасушалар саны 100-ден асса, бұл көбінесе инфекцияларға, әсіресе бактериялық инфекцияларға байланысты болады. Кейде туберкулез кезінде, немесе сирек жағдайда вирустық инфекцияларда да кездесуі мүмкін. Егер ол 100-ден аз, бірақ 5-тен көп болса, бұл да қалыпты жағдай емес. Бірақ мұндай жағдайда инфекциялардан бөлік, басқа да көптеген дифференциалды диагноздар болуы мүмкін. Бұл бүкіл денедегі қатерлі ісіктер болуы мүмкін, олар ми қабықшаларына таралған жағдайда. Бұл жағдайды карциноматозды менингит деп атайды. Сондай-ақ бұл басқа да аутоиммунды энцефалиттерде, инсульт алған науқастарда, тіпті мультипл склероз немесе миелин қабаты бұзылатын ауруларда да кездесуі мүмкін. Сондықтан бұл жағдайларда ақуыз деңгейінің жоғарылауы жасушалар санының көбеюіне қарағанда әлдеқайда айқын болады. Сондықтан жұлын сұйықтығында плейоцитоз болса, бұл аққан жасушаларының саны артқанын білдіреді, және бұл көбіне инфекциямен немесе қатерлі ісікпен байланысты болуы мүмкін екенін ескеруіміз керек.